қарсыз қоғам бағдарламасына хабарласатын жүгінетін тұлғаларды біз 4 бағдарламада бөлеміз. Егер мысалға шоттары бұғатталған болса, бұғатталған шоттарды шешу жұмысы бойынша кеңес беру, немесе сол бұғатталған шоттарын шешу. Екінші реструктуризация деп айтамыз. Қайта құрылымдау. Одан кейін банкроттық рәсімі және осы қаржылық сауаттылықты арттыру бағдарламасы бойынша 4 бағытта жұмыс атқарамыз. Қазақстанда әрбір 5-ші отбасы несиесін уақытылы төлей алмай, қаржылық қиындықтардан көз ашпайды. Қарызсыз қоғам жобасы 2 жылдан бері дәл осы мәселені түп тамырымен жоюға әрекет етіп келеді. Жыл басынан бері 772 мың азамат бағдарлама аясында көмек алып, қарыз жүктемесін жеңілдеткен. Қарызсыз қоғамның кол орталығы Аманат партиясының ғимаратында орналасқан, мұнда 50-ге жуық маман жұмыс істейді. Олардың қатарында заңгерлер, қаржы кеңесшілері мен медиаторлар бар. Мамандар күн сайын қаржылық қиындықтарға тап болған 4 мыңға жуық адамның қоңырауына жауап беріп, көмек көрсетеді. Бағдарламаның басты мақсаты азаматтардың төлем қабілеті толық қалпына келгенге дейін сүйемелдеу.